мұғалімі Ибрагим Салтанат Нұрланқызы. Педагогикалық идеялар панорамасына 6-шы Ә сыныбы көркем еңбек пәнінен білім дайындау тақырыбында сабақ өтті. Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар. Бүгінгі сабаққа дайынсыз ба? Иә. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын жұмбақ жасау арқылы ашып алсақ, иә? Қазір сіздерге жұмбақ қоямыз. Киім деуге жатпайды, киімді кірден сақтайды. Жауабын кім біледі? Айта қояшы. Алжапқыш. Алжапқыш, иә, өте дұрыс, отыра ғой. Яғни бүгін біз алжапқыш туралы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алжапқыш. Бүгінгі сабағымыздың мақсаттары біз бүгін алжапқышты қолдануына, түріне, бөліктеріне қарай жіктейміз. Алжапқышты мата бетіне түсіріп, қол және машина тігістері арқылы өңдейтін боламыз. Алжапқыштың түрлеріне байланысты бейнематериалды тамашалаймыз. Ал оқушылар, мына жердегі қобдишаның ішіндегі суреттер арқылы екі топқа бөлініп аламыз. Келіп алыңыздар. Екі топқа жайғасамыз. Яғни бұл жерде біріншісінде тұтас пішілген алжапқыштар бірінші топқа, яғни топтарымыздың аты біздің еңбек тобы болады. Ал екінші топ бізде іскер тобы. Ол жерде бөлек пішілген алжапқыштың формасында екі топқа бөлініп алып. Ал оқушылар енді цифрлы санғарысы арқылы өткен сабақтың және осы сабақта қайталанған сұрақтарына жауап беріп өтейік. Айыптала ғой. Ал мына топта балдар аламыз. Табиғи талшықтар қаншаға бөлінеді? Үшке бөлінеді қандай? Жасанды және табиғи. Минерал. Жануар. Иә, өте дұрыс, жақсы. Ал балдар сен айтып тұрасың? Қолдануға алжапқыштың түрлерін атаңыз. Үй шаруасына арналған, сәбиден алған, кәсіби өндірістік. Өндірістік, оқушыға арналған, иә, түрлері бар. Отыра ғой. Ал енді келесі сұрақ. Асылда дала ғой. Келесі сұрақ бізде ағынды. Қандай сұрақ берілген, жауап береміз. Орман талшықтары қаншаға бөлінеді? Орман талшықтары екіге бөлінеді. Олар табиғи және жасанды. Иә, өте дұрыс, керемет, жарайсың. Ал бізде ағына. Алжапқыш тігу үшін қандай материалдар бар? Алжапқыш тігу үшін шығыр, зығыр Сығыр маталар және шыт маталар, мақта маталар таңдаймыз, иә? Өте дұрыс. Оқушылар практикалық тапсырмаға кірісеміз. Ол үшін біз өткен сабақта біз плакаттың сызбасын сызып алған едік, плакатқа. Енді осы мата бетіне түсіреміз. Алдымыздағы матаны қолданып, осы сызбаны пішіп алатын боламыз. Мінекей мына матаны қолданып, барлығымыз топпен бірге осы плакаттың металласын сызып мата бетіне түсіріп аламыз. Қанекей барлығымыз топпен жүреушілерді қолданамыз. Қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Қанекей, иә.
Al endi qizlar biz yakalamizni sizib alsak, mata betini tushirgan, endi sonra qayishini tutib olamiz. Qayishni ko'magimiz. Xavfsizlik erejasini saqlab, matamizni qirqamiz. Al endi qizlar, biz matamizni qirqib bo'lsak, tugun mashinasini o'rnalasamiz. Bizga yengil to'g'ridan Jasmin, al iskir to'g'ridan Balno mashinaga borib tugunni bastaydi. Baravurimiz. Mashinamizni iskir qo'yib olamiz. Mashinamizni iskir qo'yib olamiz. Endi turib bastaymiz. Al endi qizlar, biz tugun mashinasida жұмысымызды аяқтадық. Ilg'or yo'lni yengildik. Endi o'z жұмысimizni sinfning oldida qo'llayib bo'lamiz. Endi bizning tugun mashina tegib bo'lgan ajratqichimiz tayyor bo'ldi. Biz birinchi bu ajratqichdan sizbasin plakatga tushirib oldik. Undan keyin borib mataga pishib oldik. Biz ajratqichga san ретінде kichkina жапсырма qilib tikdik. Bizim dayılar alıp kısmındayım burada. Biz bunu birinci plakatga lekalasını sürüp alıp, mataga pishib oldik. Sonra buni qo'l mashinasidan turib dayım bo'ldi. Al o'quvchilar, bugungi sabaqimiz аяқталды. Sabaq sizlarga yoqadimi? Al endi bugungi sabaq жайлы o'zimizning kir baylanishimizni berib ketdik. Kim aytadi bugungi sabaq жайлы o'zining fikri, qanday tenggacha tushunib bilganin? Kim aytadi? Aytadi. Sansoya? Men bu sabaqqa qatnashgandan keyin ajratqich qalay kelganini bildim және xavfsizlik erejalarini yaxshi bilib oldim. Yaxshi. Al endi Nazarda kim aytadi? Jayna aytadi. Ben bugünkü sabah өте қатты ұнады. Және де біз бұл сабақта ажратқыштың қалай жасалу жолдарын және қауіпсіздік ережелерін үйрендік. Al kızlar, bugünkü sabaqqa belсене қатысқандарыңыз үшін рахмет. Bugünkü sabaqımız аяқталды. Sağ болыңыздар.